Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сары судың қасиеті мен пайдасы туралы кеңірек айтатын боламын. Сары су сүтті өңдеу арқылы сүзбе мен ірімшікті ажыратып, бөліп алғаннан кейін қалатын қалдық өнім. Оның адам ағзасына пайдасы өте зор. Сары суды тек қана тағамдық мақсатта емес, сонымен қатар косметикалық мақсатта да қолданады. Сүт сары суы шамамен 93% судан тұрады, ал қалған 6,13% организмге қажетті барлық заттар толығымен кездеседі. Сары судың құрғақ заты негізінен лактозадан немесе сүт қантынан тұрады. Лактоза артық майдың жиналуына жол бермейді, сондықтан оңтайлы көмірсу болып табылады. Ол асқазан ішек жолдарының жұмысын реттеуге қатысады. Сары су ақуыздары толыққанды ақуыз, яғни алмастырылмайтын амин қышқылдары үйлесімді түрде кездесетіндіктен биологиялық құндылығы өте жоғары болып саналады. Сүт сары суының құрамында никотин қышқылы, холин, биотин, В тобының А, Е және С дәрумендері және кальций, магний кездеседі. Сары су өте тамаша өнім. Өзінің қарапайымдылығына қарамастан көптеген қасиеттерге ие. Сүт сары суы ішек микрофлорасын қалпына келтіріп, газ түзілу және шіру үрдістерін баяулатады. Сол себепті оны ас қорыту жолдарының ауруларында емдік мақсатта пайдаланады. Сүт сары суы суда еритін дәрумендердің қайнар көзі. Жемістер мен көкөністер жоқ мезгілде дәрумен жетіспеушіліктің кейбір түрлерінен арылуда пайдасы өте зор. Сонымен қатар құрамында В тобы дәрумендері болғандықтан тыныштандырады, ал ауыр жұмыс күнінен кейін ішсе, жүйке жүйесіне жағымды әсер етеді. Қарттар үшін де бұл асты пайдалану өте пайдалы болып табылады. Егер тамақ алдында ішсеңіз, асқазандағы тұз қышқылын төмендетуге септігін тигізеді. Сиыр сүтіне қарағанда сары су ақуызы ана сүтінің құрамына жақын келеді. Сондықтан да балалар тағамын дайындауда қолданылады. Сондай-ақ артық салмағы бар адамдарға және қартаю үрдісін баяулататын антиоксидант ретінде күнделікті қолдануға ұсыныс береміз. Сіздерге төмендегідей пайдалы кеңестерді ұсынамыз. Ең біріншіден, иммунитетіңізді нығайтып, әртүрлі ауруларға төтеп бергіңіз келсе, күнделікті таңертең бір кесе сары су ішіп тұрғаныңыз абзал. Ол аздап іш жүргізеді, сондықтан маңызды шаруаларыңыз жоқ күндері қолданыңыз. Екіншіден, теріңізді нәрлендіріп, балғындығын сақтап, ағартқыңыз келсе, бетіңізді үнемі лимон шырыны араласқан сары сумен сүртуге болады. Бұл тек майлы немесе қалыпты терге арналған. Үшіншіден, шашыңыз мықты әрі жылтыр болуы үшін сары сумен жуыңыз. Төртіншіден, бетіңіздегі сепкілден арылғыңыз келсе, 3 ас қасық ірімшік пен сүт сары суын араластырып, бетіңізге маска жасаңыз. Оны тазартылған бетке жұқалап жағып, 10 минуттан кейін жылы сумен немесе көк шаймен жуу қажет. Бесіншіден, беттегі безеулер не бөртпеден құтылғыңыз келсе, сары суды 2 ай бойы күнделікті жарты лимон шырынын 1 литр қайнатылған салқын сүтке араластырып ішуге болады.
6. Көңіл күйіңізді көтергіңіз келсе, кешке бір құты сарысуды ішсеңіз болады. Себебі оның құрамында қуаныш гормоны серотонин бар. Сарысуды қалай ішу керек? Сарысуды су сияқты кез келген уақытта іше беруге болмайды. Оның да мөлшері мен уақыты болатынын ескеріңіз. Мәселен, қант диабеті ауруын емдеу үшін 200 грамм сарысуды теңдей етіп 3-ке бөлесіз. Сөйтіп, күніне 3 рет тамақтанудан алдын ішіңіз. Сонда инсулин дұрыс бөлініп, гормон жақсы жұмыс істейді. Егер осылайша тұрақты түрде ішетін болсаңыз, науқастың қант деңгейі реттеледі. 2. Панкреатит ауруын емдеу үшін күніне 2 стақан сарысу ішіңіз. Емді үзбей 10 тәулік жалғастырсаңыз, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Әрі ағзаны қажетті макро-микроэлементтерге және дәруменге байытады. 3. Ішек жұмысын жақсартып, артық заттардан тазалау үшін аш қарынға 2 шай қасық тұз қосылған 1 стақан сарысуды ішуді әдетке айналдырыңыз. Сол кезде ішектің жұмысы жақсарып, шырышты қабықтың қабынуын болдырмайды. Ал ішектегі құртты түсіру үшін 1 стақан сарысуға 1-2 тіс езілген сарымсақты араластырып ішесіз. Емді аш қарынға 4 күн бойы ішсеңіз, құрттан да басқа да улы заттан құтыласыз. Міне керемет. Іш қатуды емдеу үшін жарты стақан сарысу мен жарты стақан сәбіз шырынын араластырып ішесіз. Оны аш қарынға ішсеңіз, ішектің жұмысын белсенді етеді, әрі шлакты шығарады екен. Құяң ауруын емдеу үшін күніне 1 стақан сарысу ішіңіз. Енді тамақтан алдын қабылдау керек. Сарысу ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның саулығын жақсартады. Бауыр ауруын емдеу үшін 3 күн бойы үзбей 300 мл сарысуды ішіңіз. Сонда ағзаны улы заттан, шлактан тазартады. Бауырдың жұмысын жақсартады. Ағза жоғалтқан дәрумендер мен минералды заттың орнын толықтырады. Сүт сарысуының атқаратын қызметі: бауыр жұмысын реттейді және бүйректің қызметін жақсартады. Семіздіктің алдын алу және емдеу кезінде өте пайдалы, ішектің жұмысын ынталандырып, артық майдың жиналуына кедергі жасайды. Ағзадан артық сұйықтықты, уыттарды және қоқыстарды шығаруға көмегін тигізеді. Қан айналымы жүйесін жақсартады. Атеросклероз, ревматизм және гипертониялық аурулардың алдын алады. Теріні тазартады. Жүкті әйелдер үшін таптырмайтын аса пайдалы өнім және жүйке жүйесін тыныштандырады. Қорытындылай келе айта берсек, бұл сарысудың адам ағзасына пайдасы өте мол және бұны қазақ ата-бабамыз ежелден-ақ пайдасын біліп, оны ем ретінде қабылдаған. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Егерде видеом пайдалы болған болса, лайк басып астына пікір қалдыруды ұмытпаңыз.